Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Зарлыканова Алуа, және де мен Жақия Жүнісов атындағы электронды колледждің 2-ші курс студентімін. Менің бүгінгі бизнес жоспарым компьютерлік құралдарға байланысты. Неге деп сұрасаңыз, себебі қазіргі таңда компьютерлік құралдар өте өзекті, және де ол әрбір адамның үйінде бар. Джедай атты компьютерлік дүкеннің бизнес жоспарын сіздерге көрсетуге рұқсат етіңіздер. Ең алдымен біз бизнес жоспарда ең маңызды ол инвестиция. Инвестициялық келісім жасау бірінші қадамымыз. Одан кейін несие алу. Несие алғаннан кейін үй-жайларды жалға алу және де іс қағаздарын жүргізу, қажетті жөндеу жұмыстарын жүргізу. Кейін біз дүкенді мәліметті тізімге енгізу және де әкімшілік органдарда, салық органдарына тіркеу жасаймыз. Кейін домен, хостинг сатып алу және де веб-сайтты әзірлеу. Осы ең маңызды саты болып табылады, себебі кез келген компьютерлік дүкеннің өзінің веб-сайты болады. Себебі тұтынушыға ол ыңғайлырақ. Келесі ол жабдық пен жиһаз сатып алу және де персонал, олардың ішінде әкімшілер, кеңесшілер, бухгалтер, бақылаушылар жатады. Тауарларды сатып алу және де ең соңғысы ол жарнама. Менің ойымша, кез келген бизнестің алдыға қойған мақсаты ол пайда табу. Және де осы бизнес түрін таңдай ала отырып, біз 1-2 айдың ішінде өзіміздің шығынымызды жауып, пайда таба аламыз. Шығынның есептеулері бойынша 15 миллион шығып тұр, ал біз 1-2 айдың ішінде 20 миллион табыс көзін таба аламыз. Ол шығынның ішіне кіретіні іс-шараларды тіркеу, бизнес жоспарларды сатып алу, жалға алу, ремонт, коммерциялық жабдықтарды сатып алу, тауарларды бастапқы сатып алу, сайт жасау, жарнама және тағы да басқалары. Мен өзімнің қарастыруым бойынша, біз егерде осы бизнес түрін алдыға бастап ақша салсақ, ондеше өзінің пайдасын 5 миллионға көбірек таба аламыз. Және де бұл тек қана бастапқы кездерінде ғана. Және де статистикада көрсетілгендей, қазіргі таңдағы электронды құралдардың өзектілігі 2013-2018 жылдар бойыншағы статистика көрсетілген. Онда ноутбуктер, компьютерлер, моноблоктар көрсетілген. Сол бойынша сүйене отырсақ, біздің бизнесіміз өте өзекті және де өзін-өзі ақтап шыға алады. Және де біздің сауда жасаудағы ең маңызды мәселелердің бірі ол танымал брендтерді өзімізге сатып алу және де кейін оны прайсымызға қосу. Себебі тұтынушылардың қазіргі ұсынысының бәрі сол тауарларда. Және де олар Lenovo, MacBook және Samsung секілді модельдердің компьютерлер немесе ноутбуктары болуы мүмкін. Біз оларды сатып ала отыра өзімізге назар аударамыз.